Армысыздар, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Құралай Леспай, алдымен аңдатпа. Жеңіс күні мәңгілік алау мемориалына гүл шоқтары қойылып, өмірден өткендерге құран бағышталды. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жеңіс Жарылғабылын еске алуға арналған бокстан ашық турнир ұйымдастырылды. Ресейде басталған өрттің түтіні Қазақстанның 3 облысына тарады. Орман өрті Ресей аумағында бірнеше күн бұрын басталған. Оның түтіні солтүстік Қазақстан, Қостанай мен Ақмола облыстарына жетіпті. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері аталған аймақтарда орман мен дала өрттері тіркелмегенін мәлімдеді. Алдын ала деректерге сәйкес түтін Ресей Федерациясындағы Курганск облысындағы өрттен шыққан. Өрт қазіргі таңда Ресейдің 18 аймағында тіркелген, ал Курганск облысында 21 адам көз жұмып, 13 адам жарақат алды. Күні-түні қас қақпай халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әскерилердің абыройы қашанда асқақ. 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрылды. Дәл осы күні елімізде отан қорғаушылар мерекесі аталып өтеді. Айтулы мерекеге орай Жаңаөзен қаласындағы 55-48 әскери бөлімінде салтанатты шара өтті. Мерекелік жиынға қатысып келген тілшіміз тарқатсын. Ер елінің қорғаны, қарулы күштер қатарында қызмет етіп жүргендер мен саптағы сарбаздар отанын, елін, жерін қорғауды әр азаматтың абыройлы міндеті деп санайды. Ерлік пен батырлықтың өлшеусіз үлгісі болып жүрген ержүрек жауынгерлер қоғамның қауіпсіздігін қалтқысыз қорғайды. Салтанатты шарада әскери міндетті мінсіз атқарып жүргендердің бірқатары марапатқа ие болды. Отан алдында борышымды өтеуге 6 ай болды келгеніме. Енді осы сәтті пайдалана отырып, барша қазақстандықтарды, қарулас бауырларымды 7 мамыр отан қорғаушылар күні және де ұлы жеңістің 78 жыл толуына орай мейрамдармен шын жүректен құттықтаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің анашымды және әкешімді Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қалдығайат ауылында тұратын сәлемдеме жолдағым келеді. Қазіргі таңда 55-48 әскери бөлімінде 2-ші жедел мақсаттар ротасында отан алдында борышымды өтеп жатырмын. Мен сіздерді келіп жеткен 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен және де 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Менің қазіргі жастарға айтарым, сіз әскерге келіңіздер. Кезінде біздің ата-бабаларымыз осы еліміз үшін, жеріміз үшін қан майданда біз үшін соғысқан болатын. Және де осы жерді қанша елімізді бізге аманаттап тастап кеткен. Әскери қызмет абыройлы міндет. 2014 жылдан бері әскери салада жүрген Жайлау Ерназар қызметін кинолог маманы болып бастаған. Отанға адалда абыройлы қызмет етуді қалайтын ол өз мамандығын мақтан тұтатынын айтады. Әскери қызметті кинолог маманынан бастадым. Ең бірінші әскери борышымды 55-17 әскери бөлімде Оралда атқардым. Содан бері қарай ауысып, осы әскери бөлімде кинолог мамандығынан бастадым. Одан да бөлек взвод сержанты, бөлімше командирлер қызметтерін атқардым. Қазіргі таңда взвод командирім тағайындалдым. Әрбір азамат өз борышын, отан алдындағы міндетін адал абыроймен атқарып, міндетін атқарып, 1 жыл міндетін атқарып, адал аман есен үйіне қайту керек, абыроймен атқару керек. Және де қызмет атқарып жүрген әскери қызметшілер өздерін мақтан етіп білу керек. Әскери бөлім сарбаздары сұрапыл соғыс жылдарындағы көріністі сахналады. Қойылым арқылы зұлматтың зардабынан мыңдаған қандастарымыз қанды майданға аттанып, батырлық танытқанын көрсетті. Мен ата-анама, інілеріме, туған әкешіме хат жазып отырмын. Мен мына суық қарудан шаршадым, жігіттер. Ертеңгі күні өміріне білмеймін, жігіттер. Салтанатты шара соңында қала өнерпаздары әуезді ән жырларын арнап, жиылғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Әсел Алдашева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Мереке күндері ардагерлер арасында біршама шаралар ұйымдастырылды. Солардың бірі Жаңаөзен қалалық ардагерлер үйінде қалалық турнир өтті. Сайыс қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі және демеушілердің қолдауымен ұйымдастырылған. Турнирде зейнеткерлер шахмат, дойбы, бильярд және тоғызқұмалақтан өзара бақ сынасты. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Ардагерлер үйінде күнделікті 30-дан астам қария келіп ойындар ойнап, бір-бірімен сыр шертіседі. Бүгінгі шарада қала мен ауыл ақсақалдарының арасында ұйымдастырылған жарыстың қорытындысы айтылды. Аталған сайысқа 50-ден астам зейнеткер қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Мұндағы мақсат бұқаралық спортты дамыта отырып, қарттардың денсаулықтарын нығайту дейді ұйымдастырушылар.
Ардагерлердің арасында қалалық ашық турнирлер өтті. Енді апталық 3 мамырдан бастап осы 9 мамырға дейін жалғасты. Бұл жарысты айтсақ, тоғызқұмалақ, бильярд, шахмат, дойбы осындай түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Енді бұл жарысқа Теңге ауылынан, Қызылсай ауылынан, Жаңаөзен қаласының ардагерлері қатысты. Осы қатысқан ардагерлерге жүлделі орындарға медальменен және де демеушілік арқылы конверттер табыстады. Қаламыздың 55 жылдығы аясында және ұлы жеңістің 78 жылдығына қарсы біздер мына қалалық әкімдікке, қалалық спорт комитетіне өтінішімізді айтқанбыз. Осы ардагерлер, зейнеткер ардагерлердің арасында спорт жарысын ұйымдастырылды. Бұрында қатынасып жүр. Мәселен, өткен жылдар шахматтан және шашкіден осы облысымызда ардагерлер арасында бірінші, екінші орындарға ие болған командалық сондай құрамда болды. Сосын жеке азаматтарымыз бар, бірінші, екінші орынға ие болған. Спорттың осы ұлттық ойындарды жаңадан ұйымдастыруда, жаңадан соны өткізуде, жаңадан топтардың қосылып жатқан көрсетеді ардагер зейнеткерлер арасында. Бұлар да риза болып жатыр. Аталған сайысқа қатысқандардың бірі Патшабай Төлеубаев. Ол дойбыдан бірінші орынға ие болды. Қазіргі таңда зейнеткерлікке шықса да ұстаздық қызметін жалғастыруда. Бос уақытын тиімді де қызықты өткізген қарт елеп ескерген ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Шахматшылардың атынан және дойбылардың атынан көп рахметімізді айтамыз. Рахмет. Өткен мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, үйшілер аман болайық. Айта кетейік, спорттық шара жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұрады. Өйткені үлкендерге көңіл бөлу жас буын өкілдерінің міндеті. Меруерт Мұхитқызы, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Дәл осы атаумен Жаңаөзенде 9 мамырға арналған іс-шара өтті. Мәңгілік алау мемориалына гүл шоқтары қойылып, өмірден өткендерге арналып құран бағышталды. Мерекелік әдеби патриоттық бағдарлама аясында қала тұрғындарына әннен шашу шашылып, көріністер қойылды. Толығырақ Мөлдір Әбиева баяндайды. Салтанатты жиынға жергілікті атқарушы орган өкілдері мен 40-қа жуық ардагер, 55-те 48 әскери бөлімнің сарбаздары, мұнайшы мәдениет үйі мен ауылдағы өнер ордаларының өнерпаздары, сондай-ақ қала тұрғындары қатысты. Шара алдымен Шаңырақ мешітінде бастау алды. Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқандардың рухына құран бағышталып, ардагерлер аллеясында гүл шоқтары қойылды. Қадірлі қала тұрғындары мен қонақтары, 9 мамыр жеңіс күні мерекелеріңізбен. Мереке қарсаңында 6-сы, 7-сы, 8-сы қала тұрғындарына арналып, мұнайшы мәдениет үйінің алдындағы алаңда үлкен кешкілік гала концерттер өтті. Бүгін Даңқ аллеясында 55-те 48 әскери бөлімшесімен бірлікте әдеби сазды бағдарлама патриоттық әндерден қала тұрғындарына, ардагерлеріне арналған концерт өтуде. Әрине, мереке қарсаңында үлкен көңіл күй сыйлауда қалалық мұнайшы мәдениет үйі менен ауылдық мәдениет үйлерінің өнерпаздарының үлкен еңбегі бар. Мерекеге ұласа бергей, еліміз тыныш, халқымыз аман болғай. Бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңіс күні құтты болсын. Бүгін осы әдемі күнде ардагер аталарымызға мерекелік концерт қойып жатыр. Өте әдем болып жатыр. Соғыс ардагерлерін 1 минут үнсіздікпен еске алған соң өнерпаздар сол кезеңдегі тарихи сәттерді көрініске ұластырды. Майданға арналған әндер шырқалып, тұрғындарға патриоттық сезім сыйлады. Қатысушы ардагер өзінің әскердегі өмірінен сыр шертіп, қазіргі әскери бөлімдерге де ерекше тоқталды. Отан үшін отқа түсуге дайын азаматтар көп болсын деп, мерекеге орай ыстық ықыласын білдірді. Біз Совет үкіметінің кезінде болдық. Бірақ қазіргі біз көріп жүрміз, әскери бөлімдерде боламыз. Өте күшті жастарға деген тәрбие беруі. Біз көріп, соларды марқаямыз, соларға жолығамыз, кездесеміз, жақсы сөздеріміз айтамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, жақсылық болсын деп жақсы сөзімді айтамын. Кеуделерінің оқпен отқа тосып, жан қиярлығымен есте қалғандар еш уақытта ұмытылмақ емес. Біз қазір де осы ұранмен өмір сүріп келеміз. Мөлдір Әбиева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар.
Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жаңаөзен қаласының құрметті азаматы Жеңіс Жарылғабылын еске алуға арналған бокстан ашық турнир ұйымдастырылды. Мамырдың 6 мен 8 аралығында өткен республикалық деңгейдегі додаға еліміздің бірқатар қалаларынан 100-ге жуық спортшы қатысты. Турнирдің ашылуына қала әкімінің орынбасары Аманат партиясы Маңғыстау облыстық филиалының атқарушы хатшысы мен Жеңіс Жарылғабылының жұбайы қатысып, ізгі тілектерін жеткізді. Шаршаланға жұдырықтасуға былғары қолғап шеберлері жан-жақтан жиылды. Еліміздің бірнеше қаласынан бөлек Ресей мемлекетінен де спортшылар қатысты. Республикалық ашық турнир 23 пен 34 және одан жоғары жастағы ересектер арасында ұйымдастырылды. Боксшылар 14 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Астанадан осы жарысты естіп, сразу осында келдік. Бұйырса осы жарысқа қатысамыз. Бүгін боксасам. Қарсыласымды танымайды екем, бірақ Оралдың жігіті. Бірінші рет көріп тұрмын ол кісіні. Бүгін бұйырса жақсы өнер көрсетемін деп ойлап отырмын. 63 жарымда Құдай қаласа сол 63-тің екінші жұпында жұмыс істейді. Шәкірті Қайрат бауырымыз сол ұйымдастырып жатыр. Соларға бірде-бір рахметімді айтқым келіп тұр. Осындай жақсы дәрежедегі жарыс өтіп жатыр. Қолғап түйістіруге келгендердің қатарында 67 жасар атыраулық бапкер Адик Бермешев те бар. Ол жастарға жігер сыйлап, спортты үнемі серік етіп жүруді үлгі еткім келеді дейді. Осы жеңістің мерейтойына арналған турнирге шәкірттерімізді алып келіп, осында өзіміздің жұмыстағы еңбектеріміздің нәтижесін көргіміз келіп, осыларды алып келіп, осындай неге қатысып жатырмыз. Менен өзі 2 жас кіші болған. Біздер кезінде құрама командада бірге болғанбыз. Қазақстандық құрама командасында осы Ереван қаласына Союз кезі ғой. Сол Союз кезінде бірге болып, сол бірге қатысқанбыз. Соң өзіміз жандай дос болдық. Бірге оқу жаттығу жиындарында болдық. Павлодар қаласында болған жарыста жеңімпаз болып, сосын Қазақстанның құрама командасының атағында осы Арменияға барып өнер көрсеткенбіз. Турнирдің алғашқы күні 60 боксшы бақ сынап, жарыстың екінші күні жартылай финалға жолдама алғандар жұдырықтасты. Байрақты бәсекенің шешуші кезеңіне бағы мен бабы қатар шапқан мықтылар іріктеліп шықты. Жарыстың мақсаты талай спорт саңлақтарын тәрбиелеп шығарған Жеңіс Жарылғабылының бапкерлік жолын жалғап, бокс спортын одан әрі дамыту дейді шәкірттері. Кезінде Олимпиада әлем деңгейінде боксасқан осы Қазақстанның әуесқой боксының жұлдыздары қатысып отыр осы жарысқа. Айта кетсек, Миржан Рахымжанов, Галиб Джафаров дейтін әлем чемпионы, Олимпиаданың қатысушылары Біржан Жақыпов бар, әлем чемпионы. Сондай Қазақстанның әуесқой боксының жұлдыздарын қатысуымен өтіп жатқан алғашқы жарысымыз. Жеңіс ағайымыз енді осы Жаңаөзен қаласындағы бокстың алғашқы ашқан бапкерлердің бірі ғой. Жеңіс ағайды енді тек бокстың жаттықтырушы ретінде емес, қаланың адамдары жалпы осы спорттың жанашыры ретінде таниды ғой. 3 күнге созылған республикалық жарыстың басты жекпе-жегі жаңаөзендік Ділшат Нұрым мен ақтөбелік Айдос Тастаевтың арасында өтті. 6 раундқа жоспарланған жекпе-жекте кәсіпқой боксшы қарсыласын алғашқы минуттарда нокаутқа жіберіп, чемпиондық белдікті иеленді. Жарыс жеңімпаздарына диплом, медальдар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар үздік төреші, үздік боксшы, жеңіске деген жігерлігі үшін үздік жекпе-жек номинацияларымен марапатталды. Айта кетейік, жарыстың финалдық бәсекесі Аманат партиясының қолдауымен алдағы уақытта Қазспорт арнасынан көрсетілетін болады. Әсел Алдашева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар. Әріптестеріне бүгінге дайындаған ақпарат легі осымен тәмам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Сіз заңға сәйкес әрекет ете тұрып, өз жоспарыңызды жүзеге асыра алмай келесіз бе? Немесе біліміңіз бен біліктілігіңіз жетіп тұрса да, мәселеңізді шеше алмай жатырсыз ба? Әлде сізге әлдекімдер заңсыз талап қойып отыр ма? Мүмкін сізді біреулер негізсіз әурелеп жүрген болар. Егерде осы сияқты мәселелерге тап болсаңыз, бірден 1424 сенім телефонына хабарласыңыз. Арнайы мамандар сіз туралы мәліметтерді құпия сақтай отырып, мәселеңізді оңтайлы шешіп береді. Кездескен келеңсіздіктерді осындай жолмен шешу арқылы қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты тұсаулауға атсалысыңыз. Пара, жауапты тұлғаға берілетін ақша, немесе материалды құндылықтар. Бұндай іс заңмен қудаланады. Жемқорлық, заңсыз пайда табу, пара алу, ұрлау және мафиялық құрылымдармен байланысу. Бұл қылмыстардың соңы жазаға келіп соғады. Бір рет пара беріп, сіз қылмысқа барасыз, ал оның қажеті бар ма? Сені күнде, кешке жақындарың күтеді ғой. Жемқорлыққа жол жоқ. Мемлекеттік қызметкерлерге қызмет бабын пайдаланып, жеке және заңды тұлғалардан сыйлық алуға, емдік сауықтыру мен демалыс жолдамаларын қабылдауға қатаң тыйым салынады. Ресми кездесулер барысында табысталған сыйлықтар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің немесе жергілікті атқарушы органдар жанындағы арнайы мемлекеттік қорға өткізіледі. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілгендерге сыйлық алуға, жеңілдіктер жасауға, қызметтер көрсетуге заң шектеу қояды. Сыйлықтан бас тарту жемқорлықпен күрестегі сенің нақты қадамың. Егер сізден қорқытып ақша алатын, пара беруге мәжбүрлейтін, кәсіпкерлік қызметке кедергі болатын, немесе сіз сыбайлас жемқорлық фактілер туралы қандай да бір ақпаратты білетін болсаңыз, 1424 нөмірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке сеніп хабарласа аласыз. Жемқорлық фактілер туралы сенімді ақпарат ұсынған тұлғалар сыйақымен көтермеленеді. Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін. Сіздердің бірде-бір қоңырауларыңыз назардан тыс қалмайды. Әлеуметтік желілерде, сауда алаңдарында, әртүрлі сайттарда тұрмыстық техника, заттарды, ұялы телефондарды, автомобиль бөлшектерін өте тартымды бағамен сататын парақшада жарнама таптыңыз ба? Бірақ сатушы алдын ала төлем сұрайды ма? Бұған алданбаңыз, алаяқтар болуы мүмкін. Ақшаны ешқашан электрондық әмиянға және ұялы телефон шотына аудармаңыз. Сіз OLX.kz сайтына тауарларды сатасыз. Сатып алушы сізбен байланысады және курьерлік жеткізу қызмет арқылы сатып алуды ұсынады. Содан кейін сайтқа сілтеме жібереді. Онда сіз банктік карточкалардың мәліметтерін қалдыруыңызды сұрайды. Онда олар алаяқтар, сенбеңіз, бұл сайтта ондай қызмет жоқ. Сізге қоңырау шалып, өздерін банк қызметкерімін деп таныстырады. Картаның нөмірін, құпия кодтарын, SMS-терді сұрайды. Бұлар алаяқтар. Банк қызметкерлері мұндай ақпаратты сұрамайды.